Не боп барады мына заман? Ардакты агайын, жайсыз хабар. Қазақ елінде, өзге емес Абай туған Семей жерінде бір топ жасөспірім 6 класс оқушысын соққыға жығады. Көріп отырып жүрегіңіз қан жылайды. Неге дейсіз ғой? Төбеден балаға қарғып мініп, жерге құлатып, іштен соққылап, бастан ұрады. Жүрегіңіз ауырады, қан жылайсыз. Анау сар шашты, жек сұрын, құлағында сырғасы бар баланы қолыңызға түсірсем деп ойлайсыз. Дегенмен заң бар елімізде, жазалады. Сол 3 баланың әке шешесін ата-ана құқығынан айырды. 2 баланы қамқоршысын тоқтатты. Сотқар балалар арнайы тәрбиеленетін мектепке ауыстырылатын болды. Десе де, аяусыз соққы көрген қорланған жас балашы, оның болашағышы, оның жан дүниесіші, бұндай соққыға жығылған, аяусыз тепкіленген, өмірде қызық көрмей балалық шағы бақытсыз болып жатқан балаларшы, осы біреу ғана ма? Көрінбей жатқан, жасырылып жатқан, әшкерленбей жатқан қаншама қылмыстар бар. Бұл тек жасөспірімдердің арасында. Жастарды айтпай-ақ қояйық, ер адамдарды айтпай-ақ қояйық, отбасыларды айтпай-ақ қояйық, әйелдерді айтпай-ақ қояйық. Жасөспірімдер ертең өседі. Бүгін қызым демесең ертең ана, ертеңіне қызыңның ерте қара. Олар келеді өмірге қуанышпен, ертеңіңді жалғайтын ұрпақ ала дейді. Бүгін қызым демесең ертең ана, ал бүгін ұлым демесең ертең әке. Әрбір ата-ана ойланайық. Ата-ана ғана емес, оларды қоршап тұрған мектеп. Сіздер ойланыңыздар, ұстаздар немгетті демеңіздер. Десе де, ұстаздар тәрбиесіне бойсынбайтын безбүйрек ата-аналар бар, сыңар езу. Сіздер ойланыңыздар. Ертең қандай ұрпақты өмірге әкеліп жатқандарыңызды. Ал мектепті қоршап тұрған қоғам, сіздер ойланыңыздар. Біз ортақ заң шығару керек. Өйткені әрбір бала мемлекетке керек. Олар қорған, ел мен жеріміздің иесі. Қазақта жақсы сөз бар, 6 жасқа толған баланы атқа мінгіз, ат жалын тартып мінсін, батыр болсын дейді. Атасынан аса тусын дейді. Қазақтың әрбір тасы мен жерін қорғасын дейді. Шекарамызды сеніп қайтып тапсырамыз біз балаларға. Ойланайықшы. Қыз балаларда да көргенсіздік бар. Ұят азайып бара жатыр. Мектептегі жүктілікші, 18-ге толмай жатып әке танып жатқан балаларшы, ішімдікке, шегімдікке беріліп жатқан өспірімдерші. Неге қылмыс артып бара жатыр бізде? Кең далаға симай бара жатқан біздегі осындай қылмыс күштер неге көбейді? Ойланайық, жалпы қоғам болып ойланайық. Осыны естіген көрермендер, көзқарақты тыңдармандар, пікір жазыңыздар. Үлкен идеологиялық құралды, керемет пәрменді күшті ата-ана мектеп болып дереу жалпыластырайық. Өйткені алаштың ардагерлері, қазақтың мықтылар айтқан, тәрбиесіз берілген білім емес деп. Ол біздің мемлекетіміздің, қазақтың қас жауы. Сізбен біз бүгін балаларымызды ел мен жерді қорғасын емес, сондай сотқарлардан қорғансын, абайласын деп өсіру керек пе? Неге ақаусыз қоғам қайда? Өзге көрші елдерде соқтығыс, қақтығыс болып жатқанда бейбіт елде біз балаларымызды ұрғызтып, немесе сондай кер ақпараттарды көріп отыру керек па? Жедел сатыда болған кішкентай баланың, және бір сотқар баланың қолындағы пышақтан аяусыз жараланғаны қаншама балалардың жүрегін ауыртты. Тіпті солар лепітте жүруден қорқып қалды. Көзбен көрдік. Жақында мен де бір безбүйрек ананы көрдім. Өзі шашын жасатып, салонда тырнағын боятып отыр. 1 жасқа толған бала шырқырап жерде жатыр. Оны алып қоймайды, өйткені тырнағы боялу керек, шашы жасалу керек. Осындай аналардан туған ертең ол бала қылмысқа барады ғой әрине. Болмағанда өзін лақтырады. Бізде жасөспірімдердің өмірден өзін лақтыру өте көп. Ойланайық, толғанайық. Бұл хабарды айту оңай, мәселе айтуды емес. Біз енді салдарды емес, себеппен күресейік. Жоғары жақтың құлағына жетер деп ойлаймыз. Дереу пәрменді заңмен идеологияны, ұлттық негізді тектілікті мектептен емес, балабақшадан қолға алайық. Балабақшадан емес, әрбір ата-анадан қолға алайық. Ата-ана емес, әрбір оқушыдан қолға алайық. Ұл мен қыз ертең әке шеше болатынын сездіру керек. Тәрбиені ерте бастайық. Мұхтар Әуезов айтқандай, бесік тербетуден бастайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қазақтың көрер қызығы, әр қара көздің намысы биік болсын. Құрмет пен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанат Бегермек. Жақсы хабарда қайта жүздескенше.